үш апта танысқан адам үшін аян маған өте көп запрет қояды деп есептеймін. Менің 29 жыл бойы өзіме қалыптастырған қағидаларымды жоққа шығарып, ысырып, сен менің өмірімдегі қағидалармен өмір сүресің, менің айтқаным болады деу қаншалықты дұрыс. Әрине мен оған қарсылық танытамын, ол маған ұнамайды. Одан кейін менде бір енді ғана бір ашылып келе жатқан бір сезімдерім деген сияқты сыйластығым просто алады да жоқ болып кетеді да, жабылып қалады. Ол енді білмеймін, мен қыздар түсінеді деп ойлаймын. Маған мүлдем ұнамайды. Алдындағы мысалы, сен ана үміткеріңнен отписка жаса, ана сыйлығын лақтырып таста деген нәрсенің бәрі, мен жарайды құлағым тыныш болсыншы деп қана сол нәрселерді жасадым. Бірақ енді ол кісінің де көңіліне тиді ме дегендей, мысалы негізі арамызда бір достық қарым-қатынас қалған еді. Соның өзі қазір жоқ болды да. И мысалы соның барлығы былай жинала келе қазір енді бір ашуланып отырғаным бар. Одан кейін бір қатты ашуыма тиген нәрсе бар. Ол алдында естеріңізде болса, Нұржан мен Ақеркенің жаңағы бізге Аида келген, Барыс, Нұржан келген кезде бұл кісімен үйге дейін шығарып салған болатын. Одан кейін бір көп уақыт өткен жоқ, қайтып келіп алған. Мен сыртынан суретке түсіріп, не істеп отырсың деген сияқты келіп алыпты да. Сол әрекеті маған мүлдем ұнаған жоқ. Мені бір бұрынғы экс қатысушылардан қызғанып, өзімнің достарымнан қызғанып, сонда мен өзімнің достарыммен араласпауым керек па деген сұрақта, сонда мен бір контрольде бір андай бір білмеймін, еркіндігімді шектеп жатқандығы маған өте қатты сезіледі, и ол нәрсе маған мүлдем ұнамайды. Жауап бересің. Бірінші гиперопека деді ғой жаңа. Гиперопека жасалып жатқан жоқ, сосын өте көп запреттер дейді. Қандай запрет қойдым деген сұрақ қоятын болсам, қазір Айдана маған жауап бере алмайды, мен гарантия беремін. Неге? Өйткені запреттеріңіз өте көп қой. Мысалы, элементарно мына жердегі қатысушылардың қасында бір отырып қалғанның өзінде, бір билеп қалғанның өзінде, соның барлығы маған бір андай тиісіп айта береді да, оның барлығы менің көңіліме тиеді. Сонда мен бір ешкіммен қасында отырмай былай сөйлеспей жүруім керек па деген сұрақ та. Жоқ, ондай зат жасалған жоқ негізінде. Мен кеше Сатикпен бірге отырып әңгіме айтып отқаның үшін ғана мен сондай әңгіме айттым. Өйткені Сатик сен бұрын таныстықта болған адамың, біріншіден. Екіншіден, мен саған запреттер қойған жоқпын. Мен сені постоянно свободада ұстаймын негізінде. Тек бір ғана жағдай, алдында Нұржандардың жағдайы, қалай болды, мен дұрыс түсіндіре кетейінші. Басында мен білмеймін, мен өзім досыммен бір жерге кетіп қалғанмын, Айдананы апарып тастап. Өз жұмыстарыммен жүрмін. Айданаға не істеп жатсың деп звондасам, Айдалар келіп қалды, чай ішейін деп жатырмыз деді. Мен жарайды дедім. Содан кейін ұйықтар алдында жазасың ғой дедім. Бір кезде 1 сағат жазып жатырмын, жоқ. Біз екеуміз бірімізде тугисте болғанбыз сол кезде. Тугистен көріп қаламыз. Иә, көріп қаламыз. Мен көріп қалсам, Ташкентскийдің бойында тұр екен да, жолдың бойында тұр екен. Мен ол үйде отырған адам емес пе, түнгі сағат 2 ғой деген ой келді да, мен де еркекпін ғой. Ол қыз бала, уайымдаймын мен, дұрыс па? Содан кейін мен жақын жерде болдым, келдім. Келсем, маған жауап беру қиын болып жатыр да. Мен уайымдап жатырмын, мен уайымдап жатырмын, не болды саған деп жазып жатырмын да. Бұл кісі машинада суын ішіп, семішкісін шағып, әңгімені жіберіп отыр да. Ішінде Нұржан бар, Ақерке бар, Аида бар, Барыс бар деген сияқты. Мен мысалы ол кісілерді танымаймын, дұрыс ше. Барыс деген кісіні танымаймын, Аиданы танымаймын. Бірақ мен қызғанып қалсам, ол кісілерден қызғанған жоқпын. Маған егер де айтса, мен қазір босамаймын, достарыммен сөйлесіп алайын, иә? Содан кейін сөйлесеміз. Мен жарайды деймін да. Мен не нәрсе қызғанып қалдым. Маған 1 сағат жауап берілмей жатыр, мен уайымдап жатқан адаммын да мына жақта. Ер азамат ретінде. Содан кейін, бірақ далада отыр қыз. Оны қалай түсінуге болады? Сізді түсініп отырған жігіттер бар ма екен, Шерхан? Қалай ойлайсыз? Негізі баласаған қайырлы күн баршаңызға. Бұл ситуацияда алдында да бір осындай темалар шықты ғой, бір-бірін түсінбей Айдананың өзін артқа тартуы деген нәрсені алдында да айтқан болатын. Негізі мен ойлаймын, рахмет жандарым. Сосын мынандай ғой, брат, біз постоянно байқаймыз ғой, сен осында келіп тұрып аласың. Қашан эфир бітеді, сен осында көреміз күндеше. Сол нәрселердің барлығы бір жиіленіп кетті ма деген нәрсе ғой. Қысып жатыр. Қыздың өзі осы уақытқа дейін еркін жүріп үйренген да. Осы уақытқа дейін өзінің қалаған нәрсесін жасап, съемкаға барады, жұмыстарын бітіреді, анам барлығын істеп жүрген адам. Бірден жігіт келді да 3 аптаның ішінде оны қысып жауып тастай салды. Қай жаққа барса да сен апару керексің, қай жақта жүрсе де сен жүру керексің, туған үйге барса сен бару керексің. Оның барлығы негізі ұнамайды. Көбінде сенің тарапыңнан бір асығыстық болып жатыр да, Айдананың тарапына ол ұнамай артқа шегініп жатыр деген нәрсе ғой. Аяқ астынан бірден болып кетті деп жатсыз ғой. Иә, сол ғой, бірден ол қызды осы уақытта дейін, енді Айдана кішкентай қыз емес, 18 жасар қыз болса, мүмкін оның бәріне үйреніп кетер ме еді. Айдана енді осы уақытқа дейін бір алып айтатындай бір отношенияда жүрген қыз емес, бір айтатындай бір тәжірибесі де бар қыз емес та. Сол тұрғыда мен айтып жатырмын, оның бәрі үйреншікті нәрсе емес. Жай үйрету керек. Жақсы, кездесуді қай кезде жасауым керек? Қай кезде қыз апарып тамақтандыруым керек сұрақ. Сонда мына жақтан кейін мен сол уақытылы алып кете алмасам, иә? Мен сол уақытқа босап жатсам тірліктерімнен. Келдім, осы жерде далада суықта жаурап қалмасын деп мен келем, алып кетем, тамақтандырамын. Сонда мен кездесу жасамау керек па? Ол қыздың тойлары бар, мен өзінің жұмысы бар, тірліктері бар деген сияқты, иә? Жаңағыдай бір жерге барып қайтайықшы деген заттар да болады бірге. Өйткені ол қыз маған ештеңе жоқ деп түсініп қалмаңыздар. Ол қызда негізі маған қарай Айданада бір сезімдердің бар екенін мен сезіп жүрдім. Бірақ іштей қынжылатын нәрсем бір күні күшті болады да, 2 күн жоқ болып кетеді. Сен брат оны өзің өткенде де айттың ғой, Айдананы негізі түсіну қиын, бірде былай дегенді. Мен бірақ оның барлығын түсініп алдым, бұл қызды қазір солайынан қабылдап отырмын дегенде айтқан болатынсың. Енді мынандай нәрсе ғой, сендер әлі жұп емессіңдер. Сендер айтатындай араларыңда махаббат та жоқ. Сендер таныстықтағы адамсыңдар да, былай қарап тұрсаң, сырттай қарап. Оны сіз білмейсіз ғой. Білмегенде брат, енді сендер біздің ортада не айтасыңдар? Біз махаббат бір сезімдеріңді көрсетіп жатқан еш нәрселерің жоқ. Жоқ, сезімі жоқ адам қол ұстасып жүре ма? Сезімі жоқ адам бір-біріне жылы сөздер айта ма? Брат, сезімі жоқ адамдар уайымдай ма бір-бірін? Ол сезімі жоқ адамдар деген мына жерде 2 рет танысады, менің адам емес екен деп жібереді ол адам. Ол андай ғой, базовый нәрселер деп ойлаймын. Ара қатынастағы жігіттің жасалу керек нәрселер ол. Шынайы келген кезде, шынайы сенің сезімің болған кезде адамды уайымдайсың. Ол нормально. Қызды қызғанасың, сезімдерің сенің ақ, көңілің ақ, пейілің ақ, алып кетесің жаурап қалмашын. Ол несі жаман? Просто мен Аянға айтқым келеді да, қадірің жоқ жерде ханның қасында да отырма дейді Аян.
Қайырлы таң достар, кішкене бүгін ауырып тұр екен, тамағым бәрі ауырып, сондай болып тұр. Енді кеше мен қолдаушыларым маған осындай сыйлық жіберген болатын. Менде фрукты бар и осындай клубника в шоколаде бар. Қараңыздар. Ну прям свежий, күшті болып тұр әлі. Азанда Мансұр мен Асылхан бір банан алып кетті. Ананасы маған ұнайтын соқ қой. Ішінде бәрі бар, мына жақта фруктының 4 түрі бар. Жандарым, менің қолдаушыларым өзі алтын ғой. Хотели бы еще замуж дать. Надеюсь, еще увидим вашу свадьбу. Нет, спасибо. Спасибо, дорогуша, дорогая моя. Большое тебе спасибо. Я и сама не хочу увидеть эту свадьбу, и вам показать эту свадьбу вообще не хочу. И еще раз замуж вообще не хочется. Уже у меня отвращение, понимаете? У меня сейчас планы такие. Сейчас я должна сначала родить. Потом надо депрессия, там репрессия. Ну, у меня депрессия в основном не бывает такой. Я прям не депрессивный человек, да. Я более не сентиментальный человек. Ну, орысшаның бәрін сындырып біттіңдер ғой тілімде бар ғой. Жүре берсең көре берсең сұрақтың түрі шықты. Неге тамақты шалпылдатып жейсің дейді. Енді деп қалай жейсің тамақты деген. Жегесінен да деп ұртыңды сөйтіп енді соны көрсетейін. Енді сол қалды. Енді басқасының бәрі бітті, сұрақ бітті. Ендігі сұрақ неге тамақты шалпылдатып жейсің дейді. Мен солай сезініп жегенді жақсы көретін шығармын. Қайдан бізге деп жеген жақсы көретін шығармын. Сондай адам шығармын. Дәмін. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Бұл кісі де келеді да бірден штативін алып тиктогын түсіреді. Бұл менің қылышым. Осымен соғысқа шығамын. Гауһар ханым осы жердің бір царицасы ұқсап отырсыз ғой. Қалыңыз қалай, Шолпан ханым? Сіз бүгін пятница болып отырсыз ғой. Тимур, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалай? Жақсы. Әлемде бір нәрсе өзгертуге мүмкіндігіңіз болса, не өзгертетін едіңіз? Әлемде өзгерту керек болса, не өзгертетін едіңіз? Қалай айтуға болады? Барша енді елді бірдей деңгейде қоятын едім. Қалыңыз қалай, Жан ханым? Ернар, қалыңыз қалай? Жақсы. Шерхан, енді сізден бір ақылды бір нәрсе күтемін мен. Әлемде бір нәрсе өзгертуге мүмкіндігіңіз болса, не өзгертетін едіңіз? Әлемде бір нәрсе. Егер өз өмірімді болса, мен дәл осылай қалдыратынмын. Құрметті көрермен, біздің бостан босқа күдіктенбейтініміздің, қатысушылар бостан босқа күдіктенбейтінінің дәлелі отырмын да. Сол үшін Шерхан папа істеткеннен кейін ел бір түсінде қалады деп. Жанбек, қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, бүгін кешікпей келдіңіз. Алайгүл, қалыңыз қалай? Жақсы бар. Бүгін сіздерде жұптық киім ба? Иә, саламатсыз, бізге қолдаушыларым жіберген ғой. Да, қолдаушылардың киімі ма? Өте әдемі болып тұр. Айдана, образыңыз бейті түсіретіндей болып тұр ғой. Қалыңыз қалай, Сәйді? Бізде енді эфирде бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Ғалымжан, сәл бір бәріміздің көңілімізге тиген бір дүние жасапсыз. Бірақ артын осындай сыйлықпен жауап атқаны бар енді. Мен айтып жатырмын, не үшін бір балық? Не үшін екіншісі жоқ типа? Екіншісі мен ғой. Екінші қайда енді? Аяулының қасында жүр ма? Я, мен дәрін типа ойлаймын. И папугай маған подарить етті ғой. Мен уайымдап жүрмін, қашан папугайлар өліп қалады екен деп. Неге? Мен кешке эфирде мен время жоқ, аны қарағаным. Енді балықты уайымдайтын болдыңыз. Кеше балық деп айтып қоймады да, соны дедім да. Қашан айттым мен саған? Балық па деп кафеде может. Енді Перизат, сіз жалпы бір көңіл күйіңіз де түсіп жатқан жоқ сияқты, бір болған жағдайларға. Бәрібір ма әлде қалай? Жоқ, мен ханымды ішті, негізі. Біраз әңгімелестік. Біраз ренжігенім бар.